Сәлем оқушылар. Бүгін бірінші сынып математика сабағынан 7-ші сабақты түсіндіретін боламын. Сабақтарым ұнап жатса, тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қосу және азайтуды орындайсың. Бірінші есеп. Тақтадағы жазуларға қара, түсіндір. Бір саңырауқұлаққа екінші саңырауқұлақты қосамыз. Тең 3 болады. Құмырадағы 3 гүлден 1 гүлді алып тастаймыз. 2 болады. 2 қызанаққа 1 қызанақты қосамыз. Тең 3. 3 қиярдан 2 қиярды алып тастаймыз. Тең 1 болады. Балалардың қалай есептегенін айт. 1 қосылған 2, 1 қосылған 1 қосылған 1 дейді. 3-тен 2-ні аламыз, 3-тен 1-ді аламыз, одан 1-ді аламыз. Үшінші есеп. Сандардың қосындысы мен айырмасының мәнін есепте. 1 қосылған 1 тең 2. 2-ден аламыз 1-ді тең 1. 3 алынған 1 тең 2. Төртінші есеп. Суретке қара. Неше жеңіл мәшине, неше автобус, неше шырша бар. Цифрлар мен таңбалардың көмегімен жаз. Яғни 2 автобус қосамыз. 1 автобус тең 3 автобус. 2 қосылған 1 тең 3. Мәшинеде сондай. Және шырша 1 қосылған 1 дейді. Шыршада 2 шырша. Бесінші есеп. Суреттер мен жазуларды салыстыр дейді. Яғни 2 балаға 1 қызды қосамыз. Тең 3. 1 қызға 2 баланы қосамыз. Тең 3. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңдар.